Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы линзалар, жұқа линзаның формуласы және линзада кескін алу. Линза дегеніміз екі жағы сфералық беттермен шектелген мөлдір дене. Құрамында линзасы бар аспаптарға фотоаппараттар, телескоптар, микроскоптар, дүрбі, сондай-ақ проекциялық аппараттар жатады. Жалпы линзалардың екі түрі бар: жинағыш, шашыратқыш. Жинағыш дегеніміз, яғни аты айтып тұрғандай, өз арқылы өткен жарықты жинайды, бір нүктеге жинайды, және де ортасы қалың, екі шеті жұқа болады. Ал шашыратқыш линза өзі арқылы өткен жарықты шашыратады, және де екі шеті қалың, ортасы жұқа болады. Жинағыш линзаның, яғни дөңес линза деп айтуға болады, шашыратқышты ойыс линза деп айтуға болады. Енді дөңес линзаның өз үш түрі бар: қос дөңес, яғни екі жағы да дөңес; жазық дөңес, бір жағы жазық, екінші жағы дөңес; сосын ойыс дөңес, бір жағы ойыс, екінші жағы дөңес. Ойыстың да дәл сондай үш түрі бар: қос ойыс, жазық ойыс, сосын дөңес ойыс. Жинағыш линзаны белгілеген кезде, яғни стрелкасы, бағыты екі жаққа қарап тұрады, ал шашыратқыш линза керісінше былай болады. Мына жерде бағыттары бір-біріне қарап тұрады. Яғни мына суреттегі белгіні айтуға болады. Ал жинағыш линзаның белгісі мынадай болады. Жалпы жұқа линзаның формуласы бір бөлінген д қосылған бір бөлінген кіші f тең бір бөлінген үлкен f. Мұндағы д нәрседен линзаға дейінгі қашықтық, кіші f линзадан кескінге дейін қашықтық, үлкен f линзаның бас фокусы немесе фокус аралығы дейміз. Бұлардың барлығының өлшем бірлігі, яғни қашықтық болғаннан кейін метр болып саналады екен. Енді қазір жеке-жеке тоқталатын боламыз. Жалпы формуланы түрлендірсек, түрленбестен бұрын жаңағы бірінші формуланы, яғни біз бұл жерде фокус аралығын тапқан кезде кәдімгі ортақ бөлімге келтіріп табамыз. Ал мұнда дәл осы формуланы басқаша, яғни мына түрде жазуға болады. Екеуінде де бір мән шығады. Қалай есептеген ыңғайлы, соны қоюға болады. Яғни д мен f-ті көбейтіп, д мен f-тің қосындысына бөлуге болады. Сонда фокус аралығы анықталады. Және түрлендіріп кіші д, яғни линзадан затқа дейін қашықтықты, және де линзадан кескінге дейінгі қашықтықты табуға болады екен. Және де линзаның оптикалық күші деген физикалық шама бар. Ол жаңағы линзаның фокус аралығына кері шама, кері пропорционал болып саналады. Өлшем бірлігі dptr, қысқаша, яғни диоптрия. Бір диоптриямыз ол бір бөлінген метр, яғни надан фокустың өлшем бірлігі метр ғой. Бір бөлінген метр. Ол дегеніміз метрдің минус бір дәрежесінде тұр. Бұл диоптрияға тең. Және де линзалардың ұлғайтуы немесе үлкеюі деп айтамыз. Яғни кескіннің сызықтық шамасының нәрсенің сызықтық шамасына қатынасы. F дегеніміз бағанағы линзадан кескінге дейін қашықтық, d дегеніміз линзадан затқа дейін қашықтық болған, k дегеніміз бұл линзаның ұлғайтуы немесе үлкейтуі дейміз. Ол жерде k деген әріп мұнда тұр. H дегеніміз бұл кескін биіктігі, кішкентай h нәрсе биіктігі. Бұлардың да өлшем бірлігі метр болып саналады. Енді линзалардан кескін салу.
линзалардан кескін салған кезде, яғни бұл бізде жаңағы стрелка екі жаққа қарап тұр. Бұл бізде ең бірінші қандай линза болады? Ең бірінші бұл бізде жинағыш линза болады. Жинағыш. Қандай да бір затты жаңағы линзамен қараған кезде ол кескін береді. Кескіннің бірнеше түрі бар. Ол шын кескін болуы мүмкін, жалған кескін болуы мүмкін. Үлкейтілген, кішірейтілген, төңкерілген, тура кескін болады. Яғни соларға біз жеке-жеке қазір талдаймыз. Мұндағы F дегеніміз бұл бағана айтып кеткен фокус. Фокус аралығы. Фокус дегеніміз бұл жаңағы жарық сәуле линзадан өткен кезде олардың бір нүктеге шоғырлануы. F дегеніміз фокус аралығы, мынау бізде S дегеніміз бұл жерде бұл бізде былай линзаның бас оптикалық осін соссақ, бұл дене болады бізде. Яғни мына аралық линзадан затқа дейінгі аралық бұл бізде бағана кіші D-мен белгілегенбіз сол екен. Линзадан нәрсеге дейін қашықтық. Ал S' дегеніміз бұл бізде мына жағдайда төңкерілген болып тұр, кері қарай стрелка қарап тұр. Бұл қашықтық бізде кіші F әрпімен белгіленген болады. Яғни линзадан кескінге дейінгі қашықтық. Үлкен F бұл да фокус. O дегеніміз бұл оның нүктесі оптикалық центр болып саналады. Бас оптикалық ось, яғни сәуле линзадан өткеннен кейін фокус нүктесіне жинақталып, фокус нүктесінен өтеді, және де бас оптикалық осьтен өтеді. Екеуінің қиылысу нүктесі бізде кескін береді екен. Яғни кіші F дегеніміз бұл линзадан кескінге дейінгі қашықтық. Егер дене фокус пен оптикалық центр арасында орналасса, онда кескін жалған, тура үлкейтілген болады дейді. Яғни мына жерде бізде дене бұл фокустан кіші болып тұр. Яғни егер де дейді, яғни мына жерде айтып тұр, дене фокус пен оптикалық центр арасында жатса, мынау бізде оптикалық центр, мына жерде оның нүктесі. Бұл жағдайда фокустан бізде кіші болып тұр, арасында жатыр. Кіші болып тұр, және де сәулелер жаңағы бас оптикалық центрмен, сондай-ақ фокус нүктесімен өткен кезде екі параллель сәуле бұлар бір-бірімен қиылыспайды. Яғни біз қанша сол жақта былай қарай, бұл керісінше алшақтай береді. Яғни біз бұны бір-бірін біріктіру үшін мына жақтан біз проекциясын алдық, үзік нүкте. Яғни мына жақтан барып бізде мына нүктеде қосылды. Бұл нүкте, яғни бұл жерде пайда болған дененің кескіні пайда болды. Яғни бұл жалған дегеніміз сол. Мына жақта бірден пайда болған жоқ, шын емес. Яғни жалған кескін, біз оны қолдан өзіміз жасадық, проекциясын алу арқылы. Және де тура дейді. Тура дегеніміз, яғни мына дененің бізде мынау бағыты тура болып тұр ғой, жоғары қарай. Яғни кескіннің бағыты да солай қарап тұр. Яғни бұл тура дегенде. Ал төмен қарап тұрса, онда мына жақтан пайда болса, мысалға кескін пайда болса, бұл төңкерілген деген қарама-қарсы. Және де үлкейтілген дейді. Үлкейтілген дегеніміз бұл линзаның кескінге дейінгі қашықтығы, мынау F, кіші F бізде D-дан үлкен болып тұр, сондықтан үлкейтілген болады екен. Егер дене F фокуста орналасса, онда кескін болмайды дейді. Яғни мына жерде бізде F фокуста жаңағы дене орналасып тұр. Мынау бізде аралық кішкентай D. Неге кескін болмайды бұл жерде? Кескін болмауының себебі, яғни бас оптикалық оспен және де фокус нүктесінен өткен дене бір-біріне параллель болып тұр. Параллель сызықтар бұл ешқашанда бір-бірімен
кездеспейді, түйіспейді. Мына жағы да және де мына жағында былай соссақ, жалған кескінде біз шын кескінде ала алмайды екен. Сол себепті бізде кескін пайда болмайды, яғни кіші f 0-ге тең болады. Ары қарай егер дене f пен 2f арасында жатса, яғни мына аралықта жатса, онда фокус аралығында жатса, онда кескін шын кері үлкейтілген болады. Яғни мына жерде бірден пайда болып тұр кескін. Бұл шын болады. Және де кері дейді. Кері дегеніміз бұны төңкерілген деген мағынаны білдіреді. Мына жерде бағыты төмен қарап тұр. Кескін пайда болған кескін. Бұл кері немесе мына жерде төңкерілген деп алуға болады. Көбінесе төңкерілген деп беріледі кітаптарда. Үлкейтілген және де үлкейтілген дегеніміз бағана айттым. Пайда болған кескін 2f-тен үлкен болып тұр, ал денеміз 2f-тен кіші. Сонда кескін бізде денеден үлкен болып тұр. Сол себепті үлкейтілген болады. Төртінші жағдай бізде егер дене f2f фокуста орналасса, мына жерде орналасса, онда шын болады, кескін бірден пайда болып тұр, шын төңкерілген тағы да стрелка төмен қарай тұр мына жерде. Және де тең дейді, яғни тең немесе өзгермеген деп айтылады. Бұл жерде домен f бір-біріне тең, сол себепті тең деп алып тұр. Бұның барлығы жинағыш линзаға арналған, жинағыш линзадан кескін алу. Енді шашыратқыш линзадан бір-ақ жағдайда кескін аламыз, ол дененің қай жерде орналасуы бұл жерде маңызды емес. Белгіленуі мына жерде стрелкасы бір-біріне қарап тұр. Және де кез келген жерінен денені алсақ, бұл жерде сәуле линзадан өтеді. Шашыратқыш линза бағана айттым, өз арқылы өткен жарықты шашыратады деп, яғни бұл f фокус нүктесінен өтпейді. Бұл былай қарай кетті. Және де бас оптикалық осьтен мына жақтан мына былай бағытта өтеді, яғни екеуі бір-біріне мүлдем сәйкес келмейді. Бұны сәйкестендіру үшін мен линзадан өткен сәуленің проекциясын аламын. Мына жерде үзік нүктелер тұр. Яғни мына нүктеде қиылысып тұр. B штрих бұл бізде кіші f. B дегеніміз бұл D, яғни линзадан затқа дейін қашты, мына линзадан кескінге дейін қашты. Шашыратқыш линза әрқашан жалған болады, өйткені біз жаңа проекциясын алу арқылы қолдан жасадық өзіміз. Жалған болады бірінші жағдайда, екінші жағдайда тура болады, өйткені мына жерде екеуінің бағыттары жоғары қарап тұр, кескін мен дененің тура болады. Үшінші жағдайда үлкейтілген немесе кішірейтілген, бұл жерде үлкейтілген болады. Кешірім сұраймын, үлкейтілген емес, бұл жерде кішірейтілген екен. Кішірейтілген өйткені фокус емес, линзадан кескінге дейінгі қашықтық бізде кіші f, бұл линзадан затқа дейін қашықтықтан кіші болып тұр екен. Енді мынандай мысалдарды көрсетуге болады. Фокус аралығы 4 см жинағыш линзадан нәрсе 6 см қашықтықта орналасқан кескіннің линзадан ара қашықтығын және қандай болатындығын анықтаңыз. Бұл жерде фокус аралығы үлкен f 4 см деп тұр. Яғни мұнда. Бұны метрге айландырсақ 4 көбейту 10-2 дәрежесі метр. 100-ге бөлген. Және кішкентайда 6 см нәрсеге дейінгі ара қашықтық линзадан
метрге айландырдық. 6 көбейту 10⁻2 дәрежесі метр. Кіші f-ті табу керек. Кескін негізгі формула мында тұр. Және де одан түрленген формула кіші f-ті тапсақ, үлкен f пен d-ны көбейтіп, оны бөлеміз кіші d мен үлкен f-тің азайтындысына. Сонда орнына қойдық. Сонда 12 көбейту 10⁻2 дәрежесі метр деп алуға болады, немесе сантиметр түрінде 12 сантиметр деп алуға болады. Келесі фокус аралығы 25 сантиметр шашыратқыш линзаның оптикалық күшінің абсолют мәні нешеге тең? Фокус аралығы 25 сантиметр, 100-ге бөлдік 25 көбейту 10⁻2 дәрежесі метр. Үлкен d линзаның оптикалық күшін табу керек. Формула бойынша екеуі бір-біріне кері пропорционал. d тең 1 бөлінген f. Орнына қойдық. Сонда 0,4 көбейту 10⁻2 дәрежесі диоптрия. Мына жерде 1-ді 25-ке бөлгенде 0,4 шықты. 10⁻2 дәрежесі ол +2 болып шығады. Және де ол яғни 100-ге көбейттік деген сөз. 100-ге көбейтсек 4 диоптрия болады. Мына сілтемелер арқылы осы линзалар туралы мәліметтерді көруге болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.